Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жаңа қосылған булочки дайындайтын боламын. Өзімнің фирменный булочкиім, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып піседі, әрі балғын. Сіздермен болған Жансая. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қант, құрғақ ашытқы және тұзымызды салып, араластырып аламыз. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінен қарай аласыздар. Ыстық сүтімізді құйып, араластырамыз. Ыстық сүтті қорықпай құя беріңіздер. Ашытқыға байланысты сіздердің қамырларыңыз көтерілмей қалуы, сондықтан да мен сіздерге кеңес беремін. Ерітілген сары майымызды құйып, араластырамыз. Менде 60% сары май. 2 дана жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Барлық қоспаларымызды қосып алдық. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Ең соңғы этапта крахмал қосамыз. Крахмал тоқаш піскен кезде томпақ әрі сәнді қылады. Егер де крахмал болмаса, кәдімгідей ұнмен илесеңіздер де болады. Қамырды илеп алдық. Бөлек ыдысқа сұйық майымызды құйып, силикон жаққышпен жақсылап жағып аламыз. Содан соң илеп алған қамырымызды салып, 1-2 рет илеп жібереміз. Сонда қамырымыз жылтыр, әдемі әрі жұп-жұмсақ болады. Пищевой пленкамен орап, 40 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Сол аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Грек жаңғағын блендермен майдалап аламыз. Немесе оқтаудың көмегімен майдаласаңыздар да болады. Жаңғақты майдалап алдық, ыдысқа саламыз. Содан соң қантымызды саламыз. Және 1 шай қасықтай корица саламыз. Содан соң жұмыртқаның ақ-уызын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Жұмыртқаның сары уызын булочкидің бетіне жағатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қараңыздаршы қалай көтерілгенін. Өте сәтті қамыр деп айта аламын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге менің рецептерім ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп алыңыздар, рецептерді жіберіп алмас үшін. Қамырымызды дастарханға орналастырып, бір келкі қылып жайып аламыз. Аз ғана ұн себеміз, көп сеппейміз, тез жайылу үшін. Содан соң жақсылап бір тегіс қылып жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Қамырымызды жайып алдық. Енді жаңғақ салмасын барлық жеріне бір келкі қылып саламыз. Салмасын салып алдық. Осылай бүктеңіз, торы бейнедегідей бірін үстін біріне. Енді теңдей бөліктерге 3 сантиметрдей қылып бөлеміз. Бөліп алдық. Енді формасын жасайтын боламыз. Осылай ораймыз. Содан соң думалақ қылып, екі жағынан ұстап, бүктеп,
жабыстырып жібереміз. Барлығын осылай формасын жасап алатын боламыз. Булочкидің формасын жасап алдық. Противеньге пергамент қағазын төсеп, булочкиларымызды орналастырып шығамыз. Противеньге орналастырып алдық. Пищевой пленкамен орап, 10 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқаның сарыуызына 1 шай қасық сүтімізді құйып, араластырып аламыз. Булочкидің бетіне жағатын боламыз. Булочкидің қамыры дайын болды. Қараңыздаршы қалай көтерілген. Енді алдын ала дайындап алған жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Жаңға қосылған булочкиіміз дайын болды. Қараңыздаршы қалай көтерілген. Шай қойып шаймен ішсеңіздер өте дәмді, әрі жұмсақ балғын болып шықты. Сіздермен болған Жансая, ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.